Жамбыл облысындағы киелі орындарын анықтап, арнайы карта және кітаптар дайындап, көпшілікке танытуға беріледі. Бүгінгі конференцияға Қазақстан Республикасы Президенті архиві, мемлекеттік архив, сонымен қатар басқа облыстардағы архив мекемелері толық қатысып, өздерінің баяндамасын жасауға дайын. Бүгінгі біздің басқосуымыз республикалық көлемдегі ғылыми тәжірибелік конференция. Бұл конференция осы 31 мамыр жаңағы репрессия және ашаршылық құрбандарын еске алу күніне орай ұйымдастырылып отыр. Бұл конференция өткізудегі мақсатымыз ол жалпы тақырыбы да тұр, жаңағы саяси қуғын сүргін құрбандарын ақтау.